Сәлеметсіңдер ме балалар? Алдымен дәптерге бүгінгі күннің жады, сынып жұмысы және тақырыпты жазамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Маған бәйшешек ұнайды». Бүгінгі сабақтың мақсаты жаңа сөздерді үйрену және жаңа сөздер арқылы сөйлемдер құрастыруды үйрену. Алдыңғы сабақта біз гүлдер атауларын үйренсек, бүгін өзімізге қандай гүл ұнайтынын айтып үйренеміз. Жаңа сөздер: маған, мне, саған, тебе, ұнайды, нравится, ұнайма, нравится ли? Мне, маған, тебе, саған, нравится, ұнайды, нравится ли, ұнайма? Тыңда және қайтала. Маған Раушан ұнайды. Саған қызғалдақ ұнайма? Қандай гүл ұнайды? Бірінші тапсырма. Диалогты тыңда және қайтала. Саған қандай гүл ұнайды? Маған Раушан ұнайды. Әнел, саған қандай гүл ұнайды? Маған қызғалдақ ұнайды. Саша, саған қандай гүл ұнайды? Маған бәйшешек ұнайды. Тағы да бір рет қайталаймыз. Саған қандай гүл ұнайды? Маған Раушан ұнайды. Әнел, саған қандай гүл ұнайды? Маған қызғалдақ ұнайды. Саша, саған қандай гүл ұнайды? Маған бәйшешек ұнайды. Енді тыңдаған мәтін бойынша сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ: Әлібекке қандай гүл ұнайды? Мәтінді қараймыз. Әлібекке Раушан ұнайды. Екінші сұрақ: Әнелге қандай гүл ұнайды? Үшінші сұрақ: Сашаға қандай гүл ұнайды? Ал саған қандай гүл ұнайды? Бәйшешек, Раушан немесе қызғалдақ? Екінші тапсырма. Суреттің орнына қажетті сөздерді қойып, сөйлем құрап, дәптерге жазамыз. Мысалы, бірінші суретте қандай гүл берілген? Бәйшешек берілген. Енді сөйлем құраймыз. Маған бәйшешек ұнайды. Маған, мне, ұнайды, нравится. Бәйшешек, подснежник. Мне нравится подснежник. Маған бәйшешек ұнайды. Жарайсыңдар балалар. Үй тапсырмасы. Берілген суреттерге қарап сөйлем құраймыз. Мысалы, бірінші суретте сөйлем құрайтын болсақ, Әлібек гүлге су құйды. Сабағымыз осымен аяқталды. Қош